Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сендермен 3-ші сыныптың математиканың 101-ші сабағымен танысамыз. Бүгін біз сендермен өзіңді тексер тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бүгінгі мақсатымыз мен өзімнің жетістіктерімді тексеремін. Білу. Тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірлеу. Балалар, тікбұрышты параллелепипедтің жазбасын әзірлеу үшін барлық өлшемдерді білу қажет. Алдарында ойын текшесінің суреті мен оның жазбасы берілген. Текшенің астыңғы жағында, сол бүйір жағында, артқы бүйір жағында қанша дөңгелек бар? Бірінші өздерін ойлап көріңдер. Тамаша, дұрыс айтыңдар деп ойлаймын. Текшенің астыңғы жағында 3 дөңгелек бар, сол бүйір жағында 6 дөңгелек бар, артқы бүйір жағында 5 дөңгелек бар. Қолдану. Жазбадан бірдей қабырғаларды тауып атауын жаз, онда тікбұрыштардың нешеу екенін анықта. Қолдану тапсырмасын осылай орындайсыңдар. Талдау. Текшелердің қайсысы жазбаға сәйкес келетіндігін тап, дәлелде. Бірінші өздерін ойлап көріңдер. Жазбаға қандай текше сәйкес келеді? Керемет, дұрыс таптыңдар. Жазбаға бірінші текше сәйкес келеді. Жинақтау. Жазбаға нүктелердің суретін сал. Жинақтау тапсырмасын осылай орындайсыңдар. Бағалау қателерді тап. Талғат осы текшенің асты мен үстін таңдап алды. Астында қандай түс болуы тиіс екендігін анықта. Бұл жерде жасыл дөңгелек пен тоқсары дөңгелектердің орнын ауыстыру қажет. Сонда жасыл дөңгелектің орнына тоқсары дөңгелек болу керек, ал тоқсары дөңгелектің орнына жасыл дөңгелек болу керек. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.